Что вот так вот собираться всем, да, это небезопасно. Семей қаласының кәсіпкерлері тағы да әкімдік ғимаратының алдына жиналды. Олардың талаптары бұрынғыдай карантин шараларын жеңілдетіп, демалыс күндері жұмыс істеу. Толығырақ біздің бейнематериалда. Сонымен қатар кәсіпкерлер көпшілік іс-шаралар ұйымдастыруға, яғни той өткізу мен қатын беруге рұқсат етілуін сұрайды. Қала басшылығының өкілдері жиналған азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарын тыңдап, олардың өтініштерін жоғары органдарға жіберуге уәде берді. Бүгіндері жұмыс уақытын созсақ дейді, жұмыс істесек. Ал негізгі себеп бұл қазіргі коронавирустың күшейіп тұрғанына байланысты біз жексенбі күні адамдар көбірек шоғырланады. Сол себептен ограничительный шаралар, шектеу шаралар сол себептен қолданған. Ал бүгінгі күні жаңағы кәсіпкерлердің бірнеше ұсыныстарын айтты. Ол жаңағы жұмыс уақытын созу, жаңағы сенбі күні басқа күндерге ауыстырайық деген. Ол себептен талаптардың бәрін, ұсыныстардың бәрін қабыл алдық. Оның бәрін жоғарғы басшылыққа жеткіземіз деген ойдамын. Бұқаралық іс-шараларды өткізуге келетін болсақ, той мен қатымға әлі де тыйым салынған. Айта кетейік, қаладағы эпидемиологиялық жағдай әлі де тұрақсыз. Қала коронавирустық инфекцияның таралу бойынша қызыл аймақта орналасқан. Сондықтан маскалар мен шектеу шаралары қауіпті вирустың таралуын болдырмау үшін қажетті шара болып табылады.